Тәрбие басы тілі. Махмуд Қашғари. Мен еліміздің жарқын болашаққа деген ұмтылысын жоғары бағалаймын. Нақты қадамдар жасау бұл тәуелсіз мемлекетке тән қасиет. Ал оны іс жүзіне асыру мына біздің, яғни жастардың қолында. Себебі бұл біздің заман, біздің дәуір. Сондықтан өз тілінде сөйлейтін ұрпақ қана өз елінің нағыз жанашыры бола алады. Жер беті ғасырлар бойы тіршілік етіп келе жатқан адамзатқа ортақ мекен. Бізді бір-бірімізден ажырататын ол мәдениетіміз бен тіліміз және тарихымыз. Әр мемлекеттің өз жолы, өз болашағы және өз құндылықтары бар. Бұл біздің ең басты басымдығымыз, әрі ең биік мақсатымыз. Сол үшін де жарқын болашаққа деген әрбір қадам алғаш отбасынан бастау алады. Мұнда әкенің ізгі жолы мен ананың мейірімі сақталған. Айтылатын әңгіме де өсиет те ортақ. Өз тілі бар жұрттың қашанда мәртебесі жоғары. Олардың арманы асқақ, асуы биік. Олардың мақсаты айқын, қадамы нық. Осындай елде туып өскен ұрпақтың рухы да жоғары болуы заңдылық. Біздің балаларымыз ол біздің жалғасымыз. Бұл біздің отбасымыз, сондықтан да олардың ертеңгі тағдырына өзіміз жауаптымыз.